Достар, мен Қасым деген өзім көмекшім бар. 7-8 ай болды менде жұмыс жасау жөнінде. Жас бала енді әке-шешесінің жағдайы мәз емес, өзінің жағдайы мәз емес, былайша айтқанда өзі жақсы бала, имани, өте мықты бала, маған мінезі ұнайды. Соны жаңа айтайын деп отқан, ай сайын 300 мың кредит төлейді, 2 миллион қарызы бар. Мына қолымда қазір 2 миллион ақша, сол кредитін жауып берейінші деп отырмын. Бұл кредитті жауып бергенге, бұл жақсылыққа, жалпы осындай істірліктің үлкен Алланың алдында себепші қылып мені осындай сауапқа жеткізіп отқан менің досым, менің бауырым, бакс, жаным әшейін, досым, бауырым. Осы мен бір ауыз сөзімен осы Қасымды қолдап, осы Қасымға көмек жасағаныңа саған мың алғыс бауырым. Алла разы болсын. Қасым 1 миллион басты. Не болды? Қасым білмейтін екен, Қасым техничаны шақырамыз да, Қасымды жындырамыз ясы. Сен өшірме. Тренировканы пока бастамаңдар. Ассалаумағалейкум. Дауыстан шығарсыңдар, дауыстан шықпай. Ассалаумағалейкум. Жақсы. Қасым! Бергеш бол тез. Тұра берсін бе? Қайсы ал? Қасым, айын аяғы болды ғой. Залдың кредитін, залдың арендасын, ақшасын шығарамай атым. Анау бастық отчет жасау жіберді, шетелге кетіп қапты. Ақшамды санап, маған отчет жасау жібер дейді. Сонан санашы мен ақшаларды мен бас. Не бармай, ақша санай. Санады ғой, 100-100-100-100-ден қойып, жылдам тез-тез. Тез-тез. Қаншасына шық? 2 миллион ба? 2 миллион тағы да 500 мың жетпейді тағы да. Кімнен аламыз 500 мың? Жазда аренда шығару қиын болып кетті вообще. Әлде сұранып жатыр балалар, ағай кетеміз. Тағы да балалар азайып жатыр ма? Тағы да азайып жатыр. Вторништегі суды вообще азайып. Мыналардың өзінде бар. Қалғандар басқа уақытта келетіндер тұрсақташ. Азанда келетіндер, кеме қалғандар, вторник келетіндер, бүгін келе аламыз, ертең келе алмаймыз деп тұрғандар. Қораға кіріп жатырық қой. Мені жарайды. Ертең бар, біреуден қарыз аламды, кредит алам ба, қарыз алам ба, бір бәле залдың ақшасын жабу керек. Ештеңе жоқ. Алла жәрдем берер. Қасым. Бауырым жаным әшейін. Маған сенің ақшаң. Сол сенің кредитің ақшасы. Алдында кім бар? Мен Бақтияр досым қазір кездесіп, саған арнайы осы ақшаны салып жатқансың. Жинау? Аллах тұрғай шыны керек қой. 2 күн білмеймін, ұйықтай алмай қалды. Қарызат жауып, тілмен сұрап атымен өліп кетті Аллахтың өзі. Бәрі не болып кетті, жауып болып, қиланып кеттім ғой деп Еш көрініш. Фу кетті. Жинап алма ақшам болды. Кішкене сені алдап берді, жынды болып жатырмын. Рахмет ағай, шын. Оқасы жоқ. Рахмет маған емес, Бақтияр ағаң айтасың. Шығарамай жатыр ма işte? Шығар болса. Менің денем тітіркеніп кетті ғой. Ештеңе жоқ. Наны бар да, ертең бар да, ай сайын қанша кредит төлеп жүрсің? Негізі ай 300 мың теңге етін. 300 мың теңге? Таразы бар, тағы қосып кетім. 38 мың теңге қосып кетім тағы. Тағы да? Сестрен келген уақытта.
кредитный ананы. бәлей саған кредитке қораға кіре берме. Мынаны барды кредиттің бәрін жай бертен, түсіндің ба? Иә, Болды, ризасың ба? иә. А? Болды, жинап ал енді, давай. Бір түрлі отыр ғой. Конечно, бір түрлі боласың. Бұндай жақсылықты Мұхит ағайыңа кезінде астынаған кезде бізге бұндай жақсылық жасамаған ешкім. Так что қолда бар да, міне, ал. Шын айтамын. Geçermiş. Okaşı. Ben bu cina olmayı baba. Barda ертең кредитіңді жап, еш уайымсыз, қайғысыз жұмысыңды жаса, өз ісіңе тірлігіңе адал бол. Қолда келіп тұр міне. Осындай достарымыз аман болсын. Бір-бірімізді қолдайтын шынайы достарымыз мықты болсын. Шынайы достарымыз көп болсын. Бакс, бауырым, жаным үшін Алла разы болсын. Мен бір ауыз сөзім жерге тастамай, мынау Қасымның бүгін осындай қуанып тұрған сәтіне, осындай бір жақсы іске өзің үлкен үлесіңді қоссын. Рахмет саған бауырым, Алла разы болсын. Болды, жинап ал ақшаңды. Как айтпаса передумай, қайтып өзім алып қоя бересің. Ағайын кредит, ана несін салым кредитін төлемей жинап ал. Жинап ал. Есе жинап ал. Алла тағала иман берсін, ақыл берсін. Ақша деген қолдың кірі, бүгін бар ертең жоқ. Бұл өмірде қалатын тек қана адамның істірлігі, істеген жұмысы, жақсы амалдары, адамның аты, есімі қалтаңа салғаны. Болды, кино бітті. Бар, жұмысын жасайын. Қол жуайын ба? Қол жуайын. Болды, өзім ағы жуам. Жұмыстарын жазамын. Все, давай. Сап келеді алған ба? Банкте сразу. Бар, сап кел бар. Мәшин берейін ба? На, мен мәшинді алып барма. Аккуратно айтады. Бар, сразу Каспий банкке бар да. Сразу жап, хорошо? Чай бар, чайға тренировканы өзім өткізерім, давай. Давай, молодец бар. Ал, мінекей. Не деген? Мен өзім қуанып кеттім шыны керсін ал. Бакс бауырмаш. Бакс бауырым маған ақша бергенде. Бағана досыма барғым ғой, досым обещать еткен. Осындай ініміз бар еді, Рәшке. Жағдай асып баратқан керемет емес. Өзі былайша айтқанда туған ағасы мына газелай дейді Астанада. Үйлері жоқ, жайлары жоқ. Сен квартирада тұрады ғой енді. Туған ағасының кішкентай қызы еще. Көп кішкентай қызы, 3-4 жасар қызы ДЦП-мен ауырады. Әке-шешелерінің асып баратқан жағдайлары жоқ Таразда. Қасым өзі менде жұмыс жасайды. Ай сайын 300 мың кредит кезінде осы бір жыл бұрын ақымақтықпен алып қойған ғой. Сонда ақымақтық жасамаңдар, кредитке кірмеңдер мына жастарға айтамын. Мінекей, бүгін осы ауыр бір жүк үстінен түссін деп мінекей осындай көмек берген, мен бір ауыз сөзін жерге тастамам, мен досыма рахмет. Осындай шынайы достарыңыз көп болсын. Бакс жаным, бауырым, рахмет, Алла разы болсын. Алла тағала барша жақындарыңа, жанұяңа, өзіңе Алла тағала екінен бақыт нәсіп етсін. Саған Бакс тағы да айтарым, осы сенің үлкен істеген жақсы істілігіне мені себепші қылып, кішкентай бір сауапқа ие қылғаныңа саған рахмет бауырым. Аман болайық.